Армысыздар, қадірменді менің дойым парақшамдағы барлық аға бауыр әпке қарындастар, барлықтарыңызға Нұрбек бауырларыңыздан жалынды доғай сәлем ағайын. 190-90-46-79-11 мені Гуанчжоу ұлдыңыздар, Гуанчжоу ұлыңыздар көптеп финчанықтар атып қойыңыздар. 6 сан аямай түк басасыздар. Мынау не дегенде, мынау болса бұғы мүйіз жапырақша араға. Бұл бүйрек қуаттауға өте керемет. Мына көп кісілер бұл шыбығын біраз бағасын жоғары көрген себепті мынау да міне бүйрек қуаттауға өте жоғары. Бүйрек суық алған, аяқ қолдан суық өткен, іш құнысынан суық өткенде өте емдік жоғары. Бұның ішінде 7 түрлі емдік шөптің тамыры бар. Бірінші мергия шөп, екіншісі бұғым мүйіз жапырағы, үшіншісі соян, русың жоң, құлдау, баңжин, атбалық, деңіз балдыры сияқты көп түрлерді құрамда ашытқанда. Мынау жігіттерімізге өте керемет. Бір құмырасы 350 дедік крес ішінде салып береміз ағайын. Арақ өте тамаша, ішсеңіздер бұның гәнжөсін білесіздер. Өте тамаша жақсырақ бұл ашыды. Ал ағайындар, бізде мына бұғы баққаннан кейін осы өнімде әр түрлі мінекей заттарымыз шығып отырады. Күннен күнге біздің заттар көбейіп барысына басып бара жатыр. Сондықтан халқын қолдағаныңызға мың рахмет. Алып істеп жатсыздар, емін көріп жатсыздар, көрген адамдарға мың рахмет. Және жалғастым мен осыдан. Мынау бұғы мүйіз жапырақ арақ, біліп алыңыздар. Бізде 3-4 түрлі арақ сатылады, әр түрлі атауы бар. Мынау 350, барлық оқшаш, ішінде бір күн толық ашытып қойды. Көшенің ана мынау арақтар емес, чықки арақтар, зың міне. Мұраның бәрі ем ағайынсыздар, арақ сатып алмадыңыздар, денсаулық сатып алдыңыздар. Денсаулық зор байлық. Мынау өзі кішкентай 500 грамм болғанмен, сіздің денсаулығыңызға болмап дегенде 5 жылдық ғұмыр сыйлайтын дүние деп біліңіздер ағайындар. Көшенің ана мынау жалған зат емес, табиғи өнімдермен ашып қойған арақ. Керек болса хабарлассаңыздар, 350 крес ішінде салып берген барлығы ағайындар. Денсаулық зор байлық. Өзіңді күте білсең, өзіңнің ғұмырың ұзақ болады ағайындар. Сол үшін бүйректі жігіттер мақтылайды, бүйректі қуаттайды, бүйректі ет жеп, сол пішкенде қуатты болмайды. Осындай өте күшті, жақсы емдік шөптікті арақтар тұтынсаңыздар керемет болады. Оны енді арақ еткенде бүйге ағайын шақырып алып, бізде жақсы арақ бар еді деп ішпейсіздер ағайын. Күніге 2 рөмкі емдік ретінде пайдаланасыздар. Сол үшін сіздерге ем шипа болсын. Хабарласыңыздар. Бізде әр түрлі арақтарымыз бар, арақтың атын айтсаңыз соны жасап